Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi. Dazin Alimxanulu men Canelo jekpe-jegin vaqtini belgiledi. Alemdagi eng iri streaming xizmetining biri Dazin o'rta salmoqda IBF және WBO chempioni Janibek Alimxanulu men Saul Canelo Alvarez arasındagi jekpe-jek qachon o'tishini bo'ljab ko'rdi. Janibek jo'g'ari salmoqqa o'tuvga dayın. Қазақ боксшысы орта дивизионда үстемдік етіп отырғанымен, ол алдына үлкен мақсаттар қойып Канелоға қарсы күшін сынап көргісі келеді. Ал мексикалық боксшы бір дивизион жоғары, екінші орта салмақта өнер көрсетеді, және ол категорияның көшбасшысы деуге келеді. Алайда Алварестің 3 мамырға жекпе-жегі белгіленіп қойған. Ол IBF титулын кубалық Уильям Скульмен абсолют чемпион атағын сарапқа салады. Ал егер осы айқас Саулдың ойындағыдай өтіп жатса, онда әдетте өткізген күзгі айқасын ол 37 жастағы америкалық Трейс Кроуфордпен жұдырықтасуды жоспарлап отыр. Мына осыдан кейін ғана келесі жылы Алварес қазақстандық боксшымен жекпе-жек өткізуге дайын. Алимханұлы Канело қашан жұдырықтаса алады? Канелоның скулдық жеңу қыркүйекте Трейс Кроуфордпен жекпе-жегі жол ашады. Ал енді 2025 жылы Алварес 2 айқасты жеңіске жетсе, Алимханұлы 2026 жылы супер орта салмақта қабылдауға дайын болады, делінген сервер жазбасында. Айта кетейік, Janibek 5 сәуір Астанада франциялық Анюэль Нигамесинді 5 раундта нокаутқа түсіріп белбеулерін қорғап қалды. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.